Мадина? Мадина, слышно? Алло? Слышно? Есть слема? Я? Да. Ага, хорошо. Так, сейчас пытаюсь зайти в свой диск. Так. Так, ладно. Так, сейчас, подожди, что-то он не хочется ходить. Сейчас. Так, давай вот отсюда, где мы в тот раз остановились, Сузердин, сделаем. Так, вот он. За веревочку привязала. Угу. Веревочка. Веревочка. Угу. Веревка тут еще. Просто веревочка деген ол кішірейіп деп айтылғанда. Пиши веревочка. Угу. Это означает жип. Или, ну, как арқан сияқты болады ғой мынадай. Угу. Окей. Так, привязала деген. Ты хочешь, можешь наушники одеть. Привязала деген ол байлады деген сөз. Айбар, мына жаққа жібермей тұршы. Привязала деген, это значит байлап қойды. Байлау. Байлап қою. А сама домой пошла. Ну, мынау түсінікті ғой, я домой пошла. Үйіне кетті. Үйіне барды. Чок траву ест, хвостиком. Мынау неме? Траву ест. Трава деген не нәрсе? Шөп. Угу. Есть. Жеу. Я. Хвостик деген не нәрсе? Хвост. Хвост. Угу. Батает деген не? Міне мына жер. Міне қара. Хвост, құйрық. Құйрық, ага. Біз оны жазғанбыз, просто ұмытып қалдым. Помахивает. Махать. Махать деген ол не? Бұлғаңдау. Бұлғаңдату. Или қолды да махать етуге болады бүйтіп. Қолды бүйтіп нетесің ғой біреуге. Сермеу қол. Вот выходит из лесу Мишка-медведь. Выходит. Кірді ма? Жоқ, выходить ол шығу. Шығу. Стоит бычок к лесу задом, не шелохнется. Только... Кадр. Так. Стоит бычок к лесу задом. Стоит бычок дейді, к лесу задом. Зад деген не нәрсе? Зад. Зад? Зад деген арты деген сөз. Арты? Яғни орманға артымен тұр дейді. Ну, мысалы, машинада да арты болады, мысалы, задний, зад, то есть... Не шелохнется. Не шелохнется деген ол қозғалмайды деген сөз. Шелохнуться ол қозғалу, а не шелохнется. Яғни қозғалмай тұр дейді.
Инерция. Мгм. Қозғалу. Только шкурка на солнце блестит. Шкурка деген. Шкурка деген ол тері. Мысалы мына малдың терісі болады ғой, тері. Мгм. Жануардың. Мгм. Солнце дегенді білесің ғой? Күн. Мгм. Блестит. Ыстық. Білу. Блестит деген ол жылтырау. Жылтырау. Мгм. Күнде жылтырайды дейді мына шкуркасы. Ишь, какой жирный. Жирный деген немене? Жирный. Жаза ғой. Жирный деген жиі пайдаланады ол. Жирный деген ол семіз. Семіз. Мгм. Мгм. Думает деген. Жасау ма? М? Жасау. Жоқ, ол делать, а думает деген ол ойлау. Ойлайды. Ага. Мгм. Думает Мишка-медведь. Съем бычка. Вот медведь бочком к бычку подобрался. Подобрался деген ол жақындады. Мгм. Оны өткенбіз ғой деймін тағы. Подобрался. Схватил бычка. Схватил. Ол неме схватил? Схватил. Схватил деген ол ұстап алды. Ұстап алды. Мгм. Мгм. Да и прилип. Мгм. Прилип деген ол өтпедік. Прилип деген ол жабысып қалды. Мгм. А бычок хвостиком взмахнул. Мгм. Хвостикпен бүйтті дейді. Взмахнул деген бүйтіп қозғалтты. Мгм. Да и пошел домой. Әне, пошел домой. Топ-топ, топ-топ. Испугался медведь и просит. Просить сұрау. Мгм. А испугался. Пугаться деген не нәрсе? Пугаться. Пугался. Мгм. Не қалды. Испугался. Мгм. Шошу, қорқу. Короче, медведь қорқып кетті да и сұрайды, иә? Смоляной бычок, соломенный бычок, отпусти. Соломенный. Соломенный деген ана шөп. Помнишь, солома деген шөптен жасалған бычок. Отпусти деген не нәрсе? Кешір ма? Жоқ, отпусти деген жібер деген сөз. Жібер. Отпусти. Пусти меня в лес. А бычок шагает, медведя за собой. Шагает деген, шаг деген білесің ба не нәрсе? Шаг. Жүру ма? Жоқ, шаг деген қадам. Значит, жүру бүйтіп. Мгм. Қадаммен жүру. Бой тащит. Тащит деген, Таши. әкеле жатыр деген. Сүйреп. Ну, тащит. Яғни бір нәрсені әкеле жатыр. Әкеле жатыр. Мгм. А на крылечке дедушка и бабушка. Крылечко дегенді өттік па? Крылечко.
Міне мына Крылечко. екеуі отыр ғой, міне крыльцо. Ой. Ұзын орындық па? Иә, ұзын орындық, аха, дұрыс. Короче, крылечкода дедушка, бабушка Бабушка и Танюшка сидит. Бычка встречают. встречают деген не нәрсе, встречают. Кездесу. Иә, қарсы алады, иә? Мгм. Смотрят, а он медведя привел. Медведке қарады. Иә, смотрят, қараса дейді, ол привел деген не нәрсе? Привел. Привел. Привел деген, яғни біреуді әкелу. Әкелу. Мгм. Иә. Мысалы, друга привел, досын әкелу. Ну, әртүрлі нәрсені әкелу болады. Так бычок, Мгм. говорит дедушка. Мгм. Смотри, какого здорового медведя привел. Мгм. Здоровый деген не нәрсе? Здоровый. Здорового. Мгм. Здоровыйдың екі мағынасы бар. Мгм. Здоровый деген ол сау деген сөз. Мгм. Сау. Мгм. Сау. Мгм. Мгм. Дұрыс. Сауды алып келді дейді. Сошью теперь себе медвежью шубу. Здоровый деген екі мағынасы бар. Үлкен және сау. Үлкен. Мгм. Мгм. Үлкен және сау. Қара, сошью деген сошью. Шить деген сөзден шыққан. Сошью деген мен тігемін деген сөз. Мен тігемін. Мгм. Медвежью шубу. Мына орыстарда көрдің ме қанша зорлық көп, иә? Қазақтар тоже сондайға үйреніп алып, медвежий деген шуба дегенді білесің ғой, не нәрсе? Шуба. Кәдімгі неді? Киімді, иә? Тон. Иә, тон, иә. Тон тігіп алам дейді өзіме. Көрдің ме, міне мына балаларға уже зорлықты үйретіп жатыр да, ана аюды өлтіріп, содан тігіп алу. Мгм. Испугался медведь и просит. Медведь сұрайды. Испугался деген не нәрсе? Қорқу. Дедушка, бабушка, внучка Танюшка, не губите меня. Мені, говорит, нетпеңдер дейді. Ну, жамандық жасамаңдар дейді маған. Не губить па? Иә. Иә, не губите деген ол жамандық жасамаңдар деген сөз. Мгм. Пустите меня, я вам за это излез. Отпустите. Мені жіберіңдер. Иә, босатыңдар. Меду принесу. Мед деген білесің ғой? Әсел. Жоқ, почему әсел? Бал. Бал әсел бір ғой. Отлепил дедушка медвежью лапу от бычковой спины. Бросил. Спина деген не нәрсе? Спина. 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 Сейчас проверим. Спина деген ол арқа. Короче, мына бычоктың арқасынан бросился деген ол Медведь в лес. бросился деген ол кетіп қалды, яғни қаша жөнелді.
Только его и видели. Мгм. Оны тек қана көріп На қойдым. другой день Танюшка опять погнала бычка пастись. Мынау түсінікті ғой, иә, погнала деген қуды дейді, бычокты жайлансын деп, тамақ ішсін деп, иә. Мгм. Бычок траву ест, хвостиком помахивает. Вот приходит из лесу волчище серый. Волчище дегенді қалай түсінесің, волчище? Волк па? Иә. Қасқыр. Мгм. Волчище, иә. Хвостище. Кругом осмотрелся, увидел бычка, подкрался волк, зубами щелк, да и Зубами. Зубы дегенді білесің ғой? Тіс. Ага. Щелкает деген былай тістермен бүйтіп былай тістегенде осындай дыбыс болады ғой. Бір-біріне соғылғанда тістер. Цепился деген ол тісімен бүйтіп тістеп нетіп алды дейді, ұстап алды дейді. Мгм. 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 цепился бычку в бок. Цепился, да и увяз в смоле. Әне смолаға жабысып қалды дейді. Туда, волк сюда, волк и так, и этак. Не вырваться серому. Вырваться деген не нәрсе, вырваться. Вырваться. Иә. Вырваться деген ол жұлыну деген сөз. Жылыну. Мгм. Жұлыну. Вот и стал он просить бычка. Быченька, бычок, смоляной бычок, отпусти меня в лес. А бычок будто не слышит. Повернулся и идет домой. Топ-топ, топ-топ. И пришел. Увидел старик волка и говорит: вот кого сегодня бычок привел. Будет у меня волчья шуба. Испугался волк. Ой, старичок, отпусти меня в лес. Я тебе за это мешок орехов принесу. Мешок, орех деген не нәрсе, мешок, орех. Мешок, орех. Мгм. Не знаю. Мешок, орех. Мешок. Мешок деген ол дорба, И орех деген әлгі жаңғақ болады ғой, жаңғақ. Алып келем дейді. Освободил дедушка волка. Освободил деген. Жазала, освободил деп жазала, освободил. Опа, освободил деген ол босатты деген сөз. усатты. Только того и видели. И на завтра бычок пошел пастись. Әне. Ходит по лужку, траву ест, хвостиком мух отгоняет. Вдруг Муха деген не нәрсе, муха. Мух. Мгм. Он... Жоқ. Муха деген ол жазабы, муха деген маса. Мгм. Отгоняет деген ол қуу. Түсіндің ғой? Қуады оларды, масаларды. Выскочил деген не нәрсе, выскочил. Выскочил деген атып шықты деген сөз, атып шықты.
Выскочил, атып шықты. Вдруг Мгм. вдруг деген кенеттен, кенет. Кенеттен. Мгм. Мгм. Скочил из лесу зайчик, побегайчик. Смотрит, Побегай деген не нәрсе? Побегай, побегай. Көрдің оны кличка беріпті, побегайчик. А негізі побегай деген сөзден шыққан. Ол неме побегай? Жүгіру. Не нәрсе? Жүгіру. Мгм. на бычка, удивился. Удивился деген не нәрсе? Удивился. Удивился. Ага. Удивился деген ол любой кісіге қатысты ол аң-таң болды деген сөз. Мгм. Аң-таң болды. Что это за бычок здесь гуляет? Гуляет деген не нәрсе? Гуляет. Гуляет деген ол не? Серуендеп жүру. Серуендеу. Серуендеу. Подбежал к нему, лапкой тронул и Подбежал деген жүгіріп келді. Лапа, лапа, есіңде ме лапа? Қолы. Жануардың қолы, аяғы. Я қолымен, это, тронул деген есіңде ме? Тронул. Или өтпедік бұны. Тронул деген ол бүйтіп саусақпен жай ұстап көру. Тронул деген ұстап көру. А прилип деген не нәрсе? Прилип. Прилип. Прилип деген ол не? Қалай айтуға? Жабысып қалды. Прилип деген жабысып қалу. Мгм. прилип. Ай-яй-яй, заплакал зайчик, побегайчик. А бычок топ Заплакал деген не нәрсе? Заплакал. Заплакал. Плакать, плакать. Жаза ғой, заплакал. Заплакал деген жылау. Плакать. топ, топ, топ. Топ-топ деген ол аяқпен топ-топ. И привел его домой. Привел деген әкелді. Вот, молодец, бычок. Сошью теперь Танюшки рукавички зайчьи. Рукавички деген не нәрсе? Рукавички. Қолма, рука. Ол қолғап. Жаза ғой, рукавички деген ол қолғап. Биялай дейді ғой, қолғап, биялай. Вички. Қолға. Зайчий дейді, зайцтан жасалған. И зайенька просит. Отпусти меня, я вам капустки принесу. Капустка. Білесің ғой, капуста ол не нәрсе? Я капуста, я. Ага. Да ленточку красную. Әне, ленточка алып келем дейді. Ленточка деген мынадай бір қызыл жіп болады ғой, сондайды алып келем дейді. Танюшкаға қызыл жіп әкелем дейді. Для Танюшки. Высвободил старик зайчишкин Высвободил деген босатты. лапку. Ускакал заинька. Секіріп кетті дейді. Вот под вечер Вечер деген не нәрсе? Вечер.
Біз амандасамыз ғой, добрый вечер деп. Жаза ғой, вечер деген кеш. То есть, не, кешке жақын сели. Сели деген это отырды деген сөз. Или дедушка, да бабушка, да внучка Танюшка на крылечке. Глядят, Глядят деген қараса, бежит медведь к нам на двор. Несет двор деген, Есік алды. ага, несет деген не нәрсе, несет. Несет. Несет деген әкелу, бір нәрсені әкелу. Целый. Целый дегенді білесің бе? Целый. Целый деген, яғни, мысалы, қалай айтуға целый деген? Яғни бөлшемдік деген бір бөлшектенбеген бір зат әкелатыр. Бір тұтас деген сөз целый. целый улей меду. Улей. Мына бір несі осындай улей деп аталады. Вот вам. Не успели мед взять, как бежит серый волк. Несет мешок орехов. Ана, орех. Пожалуйста. Не успели орехи взять, как бежит зайка. Качан капусты несет, да ленточку красную для Танюшки. Ана, Танюшкаға. Возьмите скорее. Скорее деген не нәрсе? Скорее, тез Тез жылдам. алыңдар дейді. Никто не обманул. Никто. Никто дегенді білесің ба? Никто деген ешкім. Обманул деген не нәрсе? Обманул. Обману. Вот мынау тоже жиі кездеседі. Обманул деген ол алдау. Ешкім алдамады дейді. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Міне, осылай бітеді. Түсінің ба жоқ па? Ертегі бітті. Түсіндім. Ja, қазір есікті аша қойайын. Так, получается, все. Мұнда слушал деген не нәрсе? Естіді, есту. Конец. Молодец. Аяқтау. Соны. До новых встреч, пока. Мынау не деп тұр? Новых жаңа кездесу. Пока. Жаңа кездескенше сау бол дейді, иә? Аха. Пока деген сау бол. Так, енді екеуміз мынаны қараймыз. Ойбай, жатыр. Так, мынаны қараймыз. Біз екеуміз мынаны қарауды жүзі тоқтатып, кішкене тоқтатып қойыппыз, иә? Мынамен айналысуды. Так, ал енді мына әндерді түсінуге тырысамыз. Так, бізде қазір улыбка. Улыбка деген не нәрсе? Улыбка деген жымию. Я, молодец. Тогда наверняка. Тогда наверняка. Наверняка деген ол ықтимал деген сөз. Біз оны наверняка ықтимал.
Тогда наверняка ол жазып болады наверняка. Наверняка. Запляшут облака. Запляшут. Плясать деген не нәрсе? Запляшут. П-Л-Я. Пляшут. Мгм. Ол немене Пляшут. пляшут деген? Пляшут деген Пляшут. это билейді деген сөз. Би билейді. М, А облака? Облака деген не нәрсе ол облака? Бұлт. Бұлттар би билейді дейді. И кузнечик запиликает на скрипке. Кузнечик деген есіңде ме? Кузнечик. Шегіртке ме еді? Я. Запиликает деген оның әлгі дыбыс шығарады, я? А скрипка? Мгм. Скрипка? Ага. Кәдімгі скрипка ма? Я. С голубого ручейка. Голубой ручеек. Есіңде ме ручеек деген не нәрсе? Ручей. Ручей. Сөйлеу ме еді? Жоқ, ручей деген ол әлгі сондай бір ағынды как не болады ғой, как мысалы река деген өзен, а ручей деген өте кішкентай мындай ағынды бір су, сондай таулардан ағып тұрады ғой бір. Мгм. Я, сондай. Сол ручей деп аталады. Начинается река дейді. Түсінің ғой, начинается. Начинать деген ол бастау деген сөз. Яғни сен, я кішкене ұмытып қалдым. Басталады өзен дейді, я? Начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. Мынау есіңде ме? М? Дружба. Дружба. Тату. Я, татулық, достық, не, сол неден басталады дейді. Күлгеннен, я? С голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. Сен білесің ба, мамонт деген не нәрсе? Мамонт. Мама. Жоқ, міне. Мамонт. Мамаченко жоқ. А? Білмейсің? Білмеймін. Ну, сол күйі ол аударылмайды. Ол бұрынғы кезде этот не, кішкене бір бұқаға ұқсас, бірақ одан көп есе үлкен, сондай бір жануар өмір сүрген жерде. Сосын олар өліп қалды ғой, когда динозавр нелер болғанда. Мамонт деген сондай бір жануар бұрын болған. Өзі үлкен, бірақ бұқаға ұқсайды, жүні ұзын. И этот, ол бар ғой, неге ұқсайды анау? Слонға да Піл ұқсайды. сияқты да? А, пілге ұқсайды, я, бірақ жүн. Я. Иә, жүн. По синему морю Қара, синее море, ол не нәрсе? Синее море. Море. Су ме еді? Я, Жоқ, қандай. су, бірақ ол қандай су? Судың бір түрі ол, бірақ қандай су? Жаза ғой, теңіз. Иә, теңіз. Я, значит, көк теңізде дейді. По деген, яғни соның бойымен мүмкін. зеленой земле. Зеленая земле дейді, зеленая земля. Земля, жер. Я, жасыл жер дейді, я? Плыву я на том своем корабле. Плыву дейді, плыть. Ол не нәрсе? Плыву. Жүзіп жүру. На белом. Белыйды білесің ғой сен? Белый. Ақ. Я, своем. Свой деген не нәрсе? Свой.
Өзінің. иә, корабль. Корабль деп жазылады, корабль. Корабль. Айтылады, корабль деп айтылады. Ол бар ғой, не, кеме. Кеме. Мгм. Ақ кемемен жүзіп келе жатырмын деді, иә? На белом Не пугают дейді. Қалай ол түсінуге болады? Пугать. До этого болды ғой, испугался деген, ол түбірі бәрі бірдей пугать. Қорқу. Иә, мен қорықпаймын дейді, мен қорқыта алмайды дейді. Не ветер. Ветер деген не нәрсе? Ветер. Ветер. Екі е. Жел. Ветер. Үшіншісі т. Ветер деген жел. Мені қорқыта алмайды дейді, жел. Сосын волна деп жазшы, волна. Волна. Волна дейді, иә, волна. Ол толқын. Толқын. Мені толқын мен жел қорқыта алмайды. ветер, плыву я к единственной маме на свете. Плыву я. Плыву деген жаңа айттық қой. Плыву я к единственной деген сөз. Единственный. Екіні, соңында екіні. Единственный. Единственный деген ол тек біреу деген сөз. Біреу. Біреу бір ғана. Единственный. Единственный. Маме. Маманы білемін ғой, на свете. Свет деген не нәрсе ол свет? Жарық. Иә, еще әлем деген мағынасы бар. Жарық және әлем дұрыс. Плыву я сквозь волны и ветер. Так. Тұра. К единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и Сквозь волны деген, яғни толқын арқылы, ветер. К жел арқылы, иә? единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Скорее до земли. Сен оларды білесің? Түсінің болым жоқ па? Иә. Скорее до земли я добраться хочу. Добраться дегенді білесің бе? Добраться. Добраться. Ага. Жоқ. Добраться жазағы. Мейірім бар. Жоқ, ол дұрыс, добро деген дұрыс. Бірақ мынау басқа, бұл етістік. Добираться деген. Добраться деген ол жету. Хочу дейді, хочу түсінің ба? Жеткім келеді дейді. Қалау. Добраться, жету. Я здесь Я здесь, я приехал. я приехал. Түсінің ба? Я здесь, я приехал. Здесь осында. Мен осындамын. Келдім дейді, я? Ей закричу. Я маме. Закричу дейді. Аш закру. Кричу, кричать, ол немене? Закричу, соңында у. Закричу. Шу. Ол айғайлау. Айғайлаймын дейді. Мен осындамын деп айғайлаймын. Маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, Пусть мама услышит дейді. Услышать деген түсінің ба? Слышать. Слышать, есту. Ага, мамам естісін дейді. мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Придет.
Придет. Мгм. Жаза ғой, придет. Придет деген это келеді деген сөз. Мгм. Сосын тағы бір сөзді қазір мен саған жазып беремін. Непременно. Бәр жерде е. Ой. Непременно. Непременно. Ой, екі н ана жерде. Мен асығып бір н жазып қойдым. Непременно деген міндетті түрде. Қазір қайта. Что были потеряны дети. Найдет. Найдет деген не нәрсе? Найдет. Найдет. Найти. Бұл как будто әлгі балалар үйіндегі баланың әні сияқты. Такая детдомдағы балалар болады ғой. Детдом деген білесің ба? Балалар үйі деген сөз. Балалар. Сол жердегі баланың өлеңі сияқты. Найдет деген тапсын деген сөз. Табу. Табу. Мгм. Не должно быть на свете. Не должно дейді. Должен деген не нәрсе? Должно, не должно. Должно деген болу керек деген сөз. Должно. А если не должно, значит болмау керек. Мгм. Болу керек. На свете деген жаңа айтып неттік қой, әлемде. Что были потеряны дети. Потерян деген не нәрсе? Потерян. Потерян. Н соңында. Потерян. Терять деген сөзден шыққан. Терять, потерять. Есіңде ме оның не нәрсе екен? Потерять. Потерять деген жоғалу. Яғни дети дегенді білесің сен. Яғни балалар жоғалмау керек дейді. Түсіндің ба? Мгм. Хорошо. Так, енді мен саған бір нені үй жұмысын жіберем. Сол үй жұмысын аударасын, жарай ма? Мен саған басқа жіберем. Мынау оқулығым что-то білмеймін, бүгін нетпей қалды, что-то анау кітабымыз ашылмай қалды. Короче говоря, мен саған жіберем үй жұмысын WhatsApp-қа, соны аударасын, жарай ма? Все, тогда осының бәрін жатта. Сосын құдай берді, сәрсенбі күні, как обычно, я? Әдеттегідей. Ага, все, тогда пока. Пока.